тоқымамызды, яғни қалай бекітеміз аяқтаған кезде бекітудің бірнеше түрі бар, бірақ сіздерге қазір қарапайым әрі оңай түрін көрсетейін деп жатырмын. Міне, бірінші ілмекті іліп аламыз. Келесі ілмекті оң тоқимыз. Мына бірінші іліп алған ілмегімізді сол оң тоқыған ілмектің үстінен өткізіп шығарып жібереміз. Келесі ілмекті оң тоқимыз. Яғни, мына жерде теріс ілмек болса, теріс тоқи бересіздер. Қатты қиындығы жоқ. Мына бірінші ілмекті осы тоқылған ілмектің үстінен өткізіп шығарып жібереміз. Тоқимыз. Тоқылған ілмектің үстінен өткізіп шығарамыз. Мына осылай. Мына көрдіңіздер ме? Бізде ілмектеріміз қысқарып жатыр. Дәл осылай соңына дейін қысқартып жібімізді қиямыз. Сол кезде міне бізде қысқартқан ілмектеріміз тегіс әрі мына оң жағы болғандықтан оң қарап тұр. Мына теріс жағына теріс беті қарап жатыр. Мына соңғы ілмекке дейін қысқарттық. Енді жібімізді қиып, мына ілмектен шығарып аламыз. Міне осылай бізде жиегін қысқартқан кезде осылай болады. Әдемі әрі тегіс оң қарап қысқарады.